Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ тілінің сөз таптары, зат, есім. Сөз таптары дегеніміз өздеріне тән лексика-семантикалық, морфологиялық және синтаксистік ортақ белгілердің негізінде қалыптасқан категориялары бар сөз топтары. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Олар зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөздер, шылау және одағай. Соның ішінде бүгін өтетініміз бұл зат есім. Зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың атын білдіретін сөз табы. Сұрақтары кім, не? Мысалы, достық, кітап, дала, алма, ой, не деген сұраққа жауап береді, ал адам, айгүл, кім деген сұрақтарға жауап береді. Зат есім тұлғасына қарай негізгі және туынды зат есім болып бөлінеді. Негізгі зат есім бір ғана түбір зат есім. Мысалы, дала, бала, бата, бас, су. Туынды зат есім жұрнақ жалғану арқылы жасалатын зат есім. Мысалы, қуаныш, жаттық, қонақ, әнші және тағы басқа. Зат есім құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара зат есім негізгі және туынды зат есімнен тұрады. Мысалы, ай, қалам, өсімдік, тілші. Күрделі зат есім екі сөздің бірігуінен, тіркесуінен, қосарлану мен қысқаруынан жасалады. Мысалы, мәдениет сарайы, саябақ, қыз-келіншек, ыдыс-аяқ. Зат есім мағынасына қарай екіге бөлінеді. Деректі зат есім, дерексіз зат есім. Деректі зат есім көзбен көріп, қолмен ұстауға, тануға болатын заттар. Мысалы, ағаш, доп, жолдас. Дерексіз зат есім адамның ойлауы нәтижесінде танылады, көзге көрінбейді. Мысалы, ой, бақыт, арман, білім, ес. Зат есімнің зат пен құбылысты атауына қатысты екі түрі бар: жалпы және жалқы. Жалпы есім заттар мен құбылыстар атаулары. Мысалы, бала, ақыл, сана, көмір, кеңсе. Жалқы есім зат пен құбылыстың жекелей аталуы. Бас әріппен жасалады. Мысалы, Тайбурыл, Теміртау, Егемен Қазақстан.